Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай холодец жасайтын боламыз. Өте дәмді және формасын керемет ұстайтын болып шығады. Менімен бірге дайындаңыздар. Теңдеу ыдысымызға суымызды құйып, жақсылап тазаланған сиырдың аяқтарын саламыз және тұз салып газға қоямыз. Суымыз қайнаған соң көбігін жақсылап алып, бір штук бульон мен лавр жапырағын салып, 6-7 сағатқа жай отта қайнатамыз. Толықтай піскен сиырдың аяқтарын осылай сорпасынан сүзіп алып, суытатын боламыз. Холодесіміз әдемі мөлдір болып шығу үшін қайнаған су құятын боламыз. Бір бас сарымсақты тазалап алдым. Бағанағы суып тұрған етімізді сарымсақпен бірге ет тартқыштан өткізіп аламыз. Дайын болған етімізді осы сорпамызға қайтадан салып, жақсылап араластырып, газге қойып, бір қайнатып алатын боламыз. Қайнаған сорпамызды осылай жақсылап араластырып, осындай кеселерге құямыз. Араластырып отырып құйыңыздар. Сол кезде түбінде тұнып қалмайды еттеріміз. Осындай кесемен 10 шақты кесе шықты менде. Біз холодецті өте жақсы көріп, сүйсініп жейміз. Сондықтан осылай көптеу қылып жасаймыз. Барлық кесеге құйып болған соң 3-4 сағат салқын жерде суытып, холодильникке 4-5 сағатқа салып қойыңыздар. Сол кезде осындай керемет формасын жақсы ұстайтын және дәмі өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айзада. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.